Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай өте жұмсақ, үлпілдек, творог қосылған булочка жасаймыз. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін, себебі бір жасағаннан өте жақсы шығады. Мен булочканың салмасына осындай вареный сгущенка қостым. Осы булочканың жазбаша рецептін мен описание бөлімінде қалдырдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен творогтың үстіне ертілген сары майымызды саламыз. Және жылы сүтімізді үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне достар, осындай бір келкі масса болу қажет. Үстіне бір шай қасық дрожж, жарты шай қасық тұз және 2 ас қасық қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Осы сұйық массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Достар, міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде біздің қамырымыз өте жұмсақ болады, түйіршіксіз болады. Жұмсақ қамыр елейміз. Ешқандай түйіршіктер қалмау қажет. Міне достар, біздің қамырымыз дәл видеодағыдай жұмсақ болу қажет. Қолға сәл жабысқақ. Осы қамырымыздың үстін пакетикпен немесе пищевой пленкамен жауып, үстін орап, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз көтерілді. Дәл видеодағыдай етіп елеп аламыз. Және осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Дәл видеодағыдай осы формаға келтіріп аламыз. Достар, осы процесті міндетті түрде жасаңыздар. Сол кезде біздің булочкамыз өте жұмсақ және өте жақсы көтерілетін болады. Осы домалақтап қойған қамырымыздың бетін 5-10 минутқа тағы да жауып қоямыз. Міне достар, 5-10 минут өтті, біздің қамырымыз тағы да көтерілді. Мен салмасына вареный сгущенка қолдандым, яғни густяр деген вареный сгущенка қолдандым. Осындай өте қою сгущенка қолдансаңыздар болады, немесе джем қолдансаңыздар да болады. Міне достар, осылай дәл видеодағыдай етіп конвертик етіп ораймыз. Сол кезде біздің вареный сгущенкаларымыз ақып кетпейді. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецептер жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алла қаласа, әлі көптеген рецептер шығады. Осы булочкамызды тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Булочкамыз тағы да көтерілу қажет. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, мен үстіне осылай қант септім. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің булочкамыз дайын болды. Өте жұмсақ үлпілдек булочка болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай оңай, бір жасағаннан шығатын рецептерді жібере алмас үшін төмендегі подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.